Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Шариғатымыздағы тағы бір маңызды тақырып ол көршімен жақсы қарым-қатынаста болу. Қазақ өзі ат қойғанда мағынасымен қоса қояды. Көрші сөзінің өзі көрші, аман ба, қал жағдайлары қалай, білші деген мағынаға саяды. Адамдардың көбісі бұған немқұрайлы қарап, мән бере бермейді. Қашан сіз соңғы рет үйіңізден кейінгі тұратын, мысалы 7-ші, 6-ші үйден кейін тұратын көршіңізбен кездесіп едіңіз? Тіпті үйіңнен кейінгі тұратын көршіңмен қашан дидарластың? Әлде ол сіздің үйіңізге келді ме? Немесе бір жерде көріп қал сұрастыңыздар ма? Біз бұны айтамыз. Тіпті көп қабатты үйлерде тұратын, бір есіктен кіріп шығатын көршілер бір-бірін танымай, өзара сәлемдеспейтін халге жеттік емес па? Жақсы, мүмкін сіз уәж айтарсыз. Көршімде менің не шаруам бар деп. Бір күні Алла Жебірейіл періштені пайғамбар Мұхаммедке жібереді. Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Көршімен қандай болу керектігін баяндау үшін. Көрші туралы Жебірейіл періштенің кеңесті үйіп төккені сонша, мен апырай, көршіге мұрагер етпес пе екен деп ойға қалдым дейді пайғамбар. Яғни өмірден өткенде менің мұрамның қандай да бір бөлігі көршіме тиесілі болады екен ғой деген ойда қалған. Сол себепті де біздің дана бабаларымыз көрші ақысы, тәңір хақысы деген екен. Егерде көршінің ақысын жеген болса, әділ болмаса, оған жәннат есіктері жабық болады. Көршісін ренжітетін адамның иманы да толық болмайды. Көршілеріңмен көршілігіңді жақсарт, шынайы мұсылман боласың делінген хадисте. Жалпы көршінің 3 түрі бар. Оның біріншісі мұсылман көрші. Сонымен қатар ол сенің туысың болса, ендеше сенде ол көршіңнің 3 ақысы бар. Бірінші туыстық ақысы, көрші ақысы және мұсылманға тиесілі ақысы. Екінші көршінің түрі мұсылман, бірақ туысың емес. Онда оның 2 ақысы болады сіздің мойныңызда. Көрші ақысы және мұсылмандық ақысы. Үшінші көршінің түрі мұсылман емес көрші. Онда оның көршілік ақысы болады сізде. Пайғамбарымыздың яһуди көршісі болған. Ол көршісі оған көп жаманшылық жасайтын еді. Бір күні сол яһудидің баласы ауырып қалғанын естіп, халын сұрауға барады пайғамбар. Кейін ол бұл әрекетіне таң қалып, мұсылман болады. Сен өзіңнің көршіңе бүгін немесе кеше сыйлық сыйлауды, немесе дәмді тамақ әзірлеп апарып беруді ойладың ба? Бұрынғы уақыттарда бұл үрдіс болған. Үйінде тамақ жасап, көршілеріне тарататын. Өкінішке орай, ондай адамдар аз бүгін. Қазір дәл осындай жақсылықтар жасайтын, берекесі мол Рамазан айы. Көршім бай ғой, ол кісі ондай нәрсеге мұқтаж емес деп айтпа. Өзімізге әзірленген астан берсек, ол біздің достығымыздың көрінісі болады. Арамызды жақындастырады. Егер үйге достарыңды шақырсаң, немесе туысыңды, сол кезде көршіңді шақыруға не кедергі жасайды? Бізге дейінгілер солай жасаған. Қазір де шақырысып жүргендер бар. Бір күні көршінің саған көмегі керек болып қалар. Алла сақтасын. Мысалы, сен үйде емессің, бірақ үйіңде бір жаманшылық болса, сенің отбасыңды, бала-шағаңды барып, сақтап қалатын, көмектесетін, яғни себепкер болатын кім? Сенің алыста тұратын ағаң,
немесе туысың емес. Ол сенің көршің болады. Алыстағы ағайыннан гөрі жақындағы көрші осындай сәтте күш шығарады. Олай болса, оларға жақсылық жасап, махаббаттарына бөлен, ризашылығын ал, жақсы қарым-қатынаста бол. Егер көршің әлі де намаз оқымайтын болса, бара салып бірден намаз баста деп бас салма. Сөйлесіп, әңгімелескенден кейін, мен мешітке намазға бара жатыр едім, жүр, бірге барып келейік де. Ол алғашқыда ұялар, бірақ бір күні сенен бұрын мешітке келуі мүмкін. Аллаға қол жайып намаздан кейін көршіңе дұға жаса. Сонда мен отбасымды, туыстарымды қойып, көршіме дұға жасауым керек пе? Иә, жасау керексің. Өйткені оның көрші ақысы бар. Сосын егер сенің көршілерің айналаң, иманды, ізгі адамдар болса, онда сен отбасы, бала-шағаң үшін алаңдамайтын боласың. Бірде Алланың елшісіне бір кісі келіп, ең жақсы амалдың не екенін сұрағанда, оған жақсы адам бол деді. Ол жақсы болғанымды қайдан білем дегенде, көршілеріңнен сұра. Егер олар сенің жақсы екеніңді айтса, жақсы болғаның, жаман екеніңді айтса, жаман болғаның, деді. Көршіңізбен тығыз жақсы қатынас орнатыңыз. Өкінбейсіз. Сіздерге Алла тағаланың есендігі мен мейірімі болсын.